Сәлеметсіздер ме, балалар? Бүгінгі сабақтың тақырыбы моноклоналды антиденелердің маңызы. Оқыту мақсаты ауруларды диагностикалау және емдеуде моноклоналды антиденелерді қолдануды түсіндіру. Моноклоналды антиденелердің маңызы. Моноклоналды антиденелер аффинді, ерекшелігі жоғары, күрделі молекула, яғни антиденелердің белсенді аймағы антигеннің эпитоп бөлімімен берік байланысады. Плазмалық жасушаның бір клонынан алынған антиденелер моноклоналды антиденелер деп аталады, және олардың антигендік ерекшелігі бірдей болады. Моноклоналды антиденелер гибридома әдісі арқылы алынады. Моноклоналды антидене деп бір жасуша клонымен бөлініп шығарылатын антиденелері айтылады. Моноклоналды антиденелер кез келген затта өндіріле алады. Негізінен ақуыздар мен полисахаридтерде. Себебі оларда антиденелер спецификалық байланысқан. Моноклоналды антиденелер сол заттың делециясына және тазаруына қатысады. Қолдану салалары биохимияда, молекулалық биологияда, биотехнологияда және медицинада. Қазіргі таңда моноклоналды антиденелер созылмалы қабыну ауруын, қатерлі ісік ауруын, трансплантация, инфекциялық және жүрек қан тамырлары ауруын емдеуде қолданылады. Қатерлі ісік ауруларын емдеуде моноклоналды антиденелердің әсері күшті болады. Моноклоналды антиденелерді қатерлі ісік жасушасын емдеуде қолданудың негізгі артықшылығы сау жасушаға зиян келтірмей, қатерлі ісік жасушасын жоюға бағытталады. Моноклоналды антиденелер олар нелер? Бір топқа жататын лейкоциттерден клондалып алынған антиденелер құрылымы бойынша барлығы бірдей, оларды арнаулы нысана антигенге қарсы қолдану үшін өндіріледі. Мысалы, обыр жасушаларына қарсы қолдану. Гибридома будандастырылған жасушалар тобы. Тышқан жасушасымен егілген малдың көкбауырының лимфоциттерін будандастырып алады. Бұл әдісті 1975 жылы Келлер мен Мильштейн ұсынған. Гибридома құрамындағы жасушалар ата-анасынан антидене туғызатын және организмнен тыс өте көп уақыт өмір сүре алатын қасиеттерін сақтап қалады. Мұндай культуралардан қажетті тәнділігі бар антидене шығаратын бір текті ұрпағы таза жасушалардың түрін алуға болады. Мына сызбада гибридомалар алу сылабасы берілген. Иммунденген тышқандардан гибридома алу сызбасы. Енді оқушылар тапсырмалар орындаймыз, тұжырымдардың ақиқат немесе жалған екенін анықтаймыз. Мына тапсырмалар бойынша. Тұжырымдардың ақиқат немесе жалған екенін анықтай отырып өзімізді тексереміз. Қорытынды. Гибридома дегеніміз лимфоцит және миелома рак клеткаларының қосылуы нәтижесінде түзілетін гибридті клетка. Ол клетка инженериясының ең перспективалы бағыттарының бірі болып табылады. Назарларыңызға рахмет.